Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Кешірім сұраймын, егер кішкене қараңғы болса, немесе дауысым дұрыс естілмей жатса, мен сіздердің біріншіден кешірім сұраймын. Бұл автокөлік Lexus LX 570 2008 жылғы автокөлік 3URZ-FE деген қозғалтқышымен жабдықталған автокөлік 5/7 көлемі бар қозғалтқыш. Осы көлікте қазір біздер прошивкаға жасайтын боламыз. Прошивкаде диагностика приборымен қараған кезде 0171, 0174 бедная смесь, богатая смесь, сосын катализаторлары алынған көрінеді. Катализатордың ошибкасы P0430, P0420 деген. Содан кейін тартысы нашарланған. Автокөлік жаңа өзеннен келіп тұр бізге. Бұлай диагностиканың бар жағынан, басқа жағынан қараған кезде автокөлік идеалды жағдайда. Қазір біз уже Евро 2 прошивкасын жасап дайындап болдық. Содан кейін айдап көретін боламыз. Ал ендеше автокөлікті прошивка жасап болдық. Прошивка жасап болғаннан кейін бір жеңіл старт жасап көретін боламыз. Жеңіл старт деген бұл біз кішкене айдап көретін боламыз. Қазір бізде чектерлердің барлығы сөнді. Онда ешқандай қателер, ошибкалер жанып тұрған емес. Сондықтан автокөлікті бисмилля деп артқа қарай гараждан, бокстан шығаратын боламыз. Ой, формайау. Біз бұндай автокөлік айдап көрмегенбіз. Сондықтан артта көлік бар дейді. Lexus дегесін шынымен де Lexus автокөлік комфорт. Алдыға қарай айдайын. Қазір мен боксты жауып қайтайын. Содан кейін айдайтын боламыз. Бисмилля. Біріншіден міндетті түрде қауіпсіздік белдігін кию керек. Қандай болмақты көл автокөлік болса да. Ал ендеше көз әйнекті ала тұрайын. Ал ендеше көрейік. Ошибка жана ма, жанбай ма? Көлік көп сияқты, кептеліс. Сәл-пәл күте тұрсын қойық. Комфорт дейсің, комфорт ала, жігіттер. Бұндай көлік дорогой удовольствие, біріншіден. Екіншіден, обслуживаниесінде. Барын жақтық, парктроник барлығы тұр. Чек бізде жанып тұрған жоқ. 4 ло барлығы басқа заттардың барлығы сөніп тұр. Аха, автокөлік барлығы идеалды жағдайда. Чек ештеңе жоқ. Бұл айдап көргенім, сіздерге көрсетейін дегенім емес. Диагностика және чип тюнингтен кейін міндетті түрде бір пробный айдап көру керек. Чек жана ма,
көліктің әсері қалай, жүрісі қалай дегендей. Мінекей, ТМБ Oil Trade, Ырыс кафе. Ырыс кафенің ар жағы Дос автосервис. Менің сервисім осында. Маңшылақтан келе жатқанда автосервис деген осында болады. Мінекей, Дос автосервис. Достар, өстіп прошивка бөлімі аяқталды. Бұл химчистка жасалған, соның қазір чектен өшіріп беретін боламыз. Осыдан прошивкамыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет, сау болың. Өстіп Достар, өстіп прошивкамыздың бөлімі аяқталды. Автокөлік жақсы прошивка жасалынған. Онда қатты болған емес. Ешқандай чек жанған жоқ. Ешқандай ақау шыққан жоқ. Жүрмей қалады деген жаңа клапандар барлығы жабылды прошивкадан кейін. Қазір автокөлікті иесіне беретін боламыз. Барыңызға рахмет. Прошивка бөлімі осындай болып өтті. Гараждың іші қараңғы және дауысым дұрыс шықпай жатса кешірім сұраймын. Алдағыда жақсы көліктерді салатын боламын. Осындай класы жоғары көліктерді салатын боламын. Барыңызға да ендеше рахмет.